Сәлеметсіңдер ме, балалар? Алдыңғы сабақта ас мәзірінен қандай тағамдарға тапсырыс бердік? Есімізге түсірейік. Бүгінгі сабағымыз сусындар туралы. Сабақтың тақырыбы «Сен не ішесің?» Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: ішемін, пию; ішпеймін, не пию; шай, чай; сүт, молоко; шырын, сок; су, вода; пию, ішемін; не пию, ішпеймін; чай, шай; молоко, сүт; сок, шырын; вода, су. Тыңда және қайтала. Мынау су, мен су ішемін. Мынау шай, мен шай ішемін. Мынау шырын, мен шырын ішемін. Бірінші тапсырма: толықтырып оқы және айт. Сурет бойынша сөйлемдерді толықтырамыз. Төменгі жағында үлгісі көрсетілген. Мысалы, мен шырын ішемін. Мен сүт ішпеймін. Мен шырын ішемін. Мен сүт ішпеймін. Ал сен не ішесің және не ішпейсің? Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз жаңа әріппен танысамыз. Бұл ың әрпі. Қайталаймыз. Ың, ың, қоңыз. Ың дауыссыз дыбыс. Ың бәтеңке. Ың шаңғы. Ың қоңыр. Менімен бірге қайтала. Бәтеңке, шаңғы, қоңыр. Бәтеңке, шаңғы, қоңыр. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Нөмір 2 жұмыс дәптеріміздің 22 бетіндегі 1 және 2 тапсырмаларды орындаймыз. Бүгін біз ың әрпі бар қандай сөздерді айттық? Есімізге түсіреміз және сол сөздерді